Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы беріктігі. Сабағымыздың мақсаты орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Бағалау критерийі: орта көлемді прозалық шығармадан үзінді тыңдайды, көтерілген тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық мәселені анықтайды, өз пікірін білдіреді. Миға шабуыл: сұрақтарға ауызша жауап бер. Отбасын кімдер құрайды? Неке дегенді қалай түсінесің? Отбасының міндеті кімдерге негізделген? Отбасының ұйытқысы кім? Отбасының басшысы кім? Тыңдалым: аудио мәтінді мұқият тыңда. Бердібек Соқпақбаев: менің атым Қожа повесінен үзінді. Қожаның монологы. Қадыр менің әкем. Ех, шіркін дүние-ай десеңші. Әке деген сөзді айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар, менің әкем өйтті, менің әкем бүйтті, менің әкем ананы сатып әперетін болды, менің әкем мынаны сатып әперетін болды деп мақтаныш етіп жатады. Ал мен болсам, әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда мен 2 жастамын. 2 жастар ақмақ не біледі, не түсінеді? Сол кеткеннен абзал әкем мол кетті, оралмады. Ех, қайран әкем, егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан гөрі басқадай болар ма едім? Кім біледі, жер әлемді шулатып, сотқар қожа атанып жүргенім әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса, бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері кейде жарықтық әкем анандай еді, әкем мынандай еді деп еске алып армандап отырмай ма? Шіркін, менің әкем тірі болса деп, бала қожа еріксіз әкесін есіне алып, сағыныш сезіміне беріліп кетті. Отбасында әке орны бөлек, асқар тау ғой. Тыңдалым мәтіні бойынша тапсырмалар. Бірінші тапсырма: мәтінде көтерілген тұрмыстық әлеуметтік мәселе не? Анықтап, өз пікіріңді айт. Тапсырманы ауызша орында. Екінші тапсырма: 97-ші беттегі 8-ші тапсырмаға сәйкес отбасы беріктігіне себеп болатын негізгі құндылықтарды диаграммаға түсір. Тапсырманы дәптеріңе орында. Үй тапсырмасы. Дәптеріңе орында. Менің түсінігімдегі бақытты отбасы тақырыбына ой толғау жаз. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін сізге ұсынылған кеме желкенін 3 түске бояймыз. Егер саған сабақ ұнаған болса, тапсырманың бәрін орындаған болсаң, желкенді жасыл түске боя. Егер сен сабақта белгілі бір қиындықты кездестірген болсаң, желкенді сары түске боя. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегін қажет еткен болсаң, желкенді қызыл түске боя. Егер қаласаң, кемені де бояуыңа болады. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.